Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомда оқушылармен бірге өткізген практикалық жұмыс. Бұл оқушылардың сабақ үстінде үйренген тамақ атауларын, жеміс-жидектердің, көкөністердің аттарын практика жүзінде қаншалықты білеміз, сол туралы тексерген жұмыс болатын. Бұл өзіміздің жергілікті орнымызда орналасқан супермаркет. Оқушылар осы супермаркетке барып, барлық тамақ атауларын, жеміс-жидектер, көкөністер өз көздерімен көріп, оларды ұстап, ағылшынша атауларын айтып, өздері практика жұмыс жасады. Ендеше барлық жұмысты бірге көрейік. Welcome to coffee section. I like honey. This honey. I like honey. I like honey. I like honey. I like to buy biscuits. Okay. Do you like biscuits? Yes, I like biscuits. I like chocolate. Okay. Adia, what kind of chocolate do you like? What about you? I like Messi. I like toffee. Okay. I like Alpengold. Okay, you? I like. What about you, Medina? What kind of chocolate do you like? I like Merci. Okay, thank you very much. Okay, let's go. This is apple, snapple, red apple. I like to buy grapes. This is a big pineapple. Oh, this is a big pineapple. Yes. I don't like lemon. Okay. This is mushrooms. I like to buy mushrooms. Yes. These onions are for salad. These nuts are for my mom. These rolls are here. Aruran, do you like eggs? Yes, I do. Drink some milk every day. I like yogurt and drink every day. Don't drink much cola. Medina, do you like ice cream? Yes, I do. Yes. I love Rayana? ice cream. Okay, yes. What about you, Fatima? Do you like ice cream? I like ice cream. I like ice cream. Okay. Chanel, do you like ice cream? Yes, I like ice cream. Do you like ice cream? Yes, I like ice cream. Okay. Do you like ice cream? Do you like ice cream? Yes, I do. This is fruit lemonade. Yes. Мінекей осылайша оқушыларым супермаркеттегі өздері үйренген барлық тағамдардың, жеміс-жидектердің, көкөністердің аттарын ағылшын тілінде атап шықты және сабақ үстінде қолданған кейбір диалог сөздерді қолдана білді. Олар do you like, yes I do, to buy деген етістікті қолдана білді. Менің бұл практикалық жұмысымның мақсаты да оқушыларымның сабақта үйренген әрбір сөздерінің өмірде қаншалықты қолданатындықтарын байқау болатын. Өз мақсатыма жеттім, себебі оқушыларым сөздіктерді және сөйлемдерді айта білді және оны алдағы өмірде де қолдана біледі деп ойлаймын. Себебі практикалық жұмыс ол үлкен оқушыларға жақсы нәтиже береді. Оқушылардың осы жұмыстарына өздеріңіздің лайктарыңызды аямай, пікірлеріңізді білдіріп кеттіңіздер. Баршаңызға рахмет, сау болыңыздар.